әлеуметтік желі деген жақсысы бар, жаманы бар, енді Құдай сақтасын. Мынау өзінің атеист екенін жариялап жатқан адамдар шығып жатыр қазір, білесіздер ғой, мен өзімнің Құдай жоқ, атеист екендігімді салтанатты түрде сендерге жариялаймын деп адамдар шығып жатыр. Не деген сорақы заман. Неге деп артын зерттеп келсеңдер, Құдайға ренжіп қалдым дейді. Ой, бермей. Құдайға ренжіп қалды жаңағы. Неге ренжисің сен? Құдай саған көз берді, жүрек берді, аяқ берді, біреулерге бермеген ақыл берді. Дене мүшеңді көркем бейнеде, кемел түрде жаратқан Раббыңа неге ренжисің? Нең бар сені өткізіп қойған Құдайға? Бірдеңең бар ма өткізіп қойған? Құдайға ренжитіндей бірдеңең бар ма өткізіп қойған? Не деп ренжисің? Құдайға ренжіп қалдым, сосын Құдай жоқ, атеистпін дейді. Ойбай, сен Құдайға ренжіді екен деп, Құдай тағала қиналып жатыр анаяқта. Жаман болып жатыр ол. Күллі дүние кәпір болып кетсе де Аллаға ешкім зиян бере алмайды, біліп қойыңыздар. Бүкіл дүние иманға келіп, мұсылман болып, 5 уақыт намазын қаза қылмай оқыса да, ешкім Аллаға пайда бере алмайды. Аллаху самад, Алла ештеңеге мұқтаж емес. Осыны ұмытпау керек. Құдайға ренжиін деп жатқан кезде.